Ассалаумағалейкум. Мен бүгін Бақтыбай Танабек, Қазақстан тарихынан мектебінен сақтардан бастап қазіргі тәуелсіз Қазақстанға дейін қысқаша түрде айтып кетемін. Сақтар біздің заманымызға дейін бірінші мыңжылдықта Қазақстан жерін мекендеген ежелгі тайпа. Олар көшпелі және жартылай көшпелі өмір сүреді. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар егіншілік пен аңшылықта дамыды. Сақтар ержүрек халық болды. Олар да тек қана еркектер емес, сонымен бірге әйелдер де соғысқа, шайқасқа елін қорғап жеңістерге жеткен. Олардың ең әйгілі ханшасы ол Томирис ханша. Ол парсы патшасы керейге қарсы шайқаста елін қорғайды және де жеңіске жетеді. Сақтар алтын мен темірді өңдеуде шебер болған. Олардың әшекей бұйымдары мен қарулары өте әдемі жасалған. Оларды қазбалар арқылы табады. Өнерде аң стилі кең тараған. Киімдері шошақ бөрік пен сауыттан тұрған. Дін нанымдары бойынша күнге, отқа және аспанға табынған. Кешіріңіз. Олар отқа және аспанға табынған. Археологиялық ескерткіштердің бірі ол есік қорғаны. Сол жерден алтын адам табылды. Әлемге танымал алтын адам сол есік қорғаны табылды. Бұл олардың мәдениетінің жоғары болғанын дәлелдейді. Сақтар көшпелілермен солай жасаған. Олар қазақ халқының арғы ата бабаларының бірі саналады. Сақтардың ерлік дәстүрі мен рухы кейінгі ұрпаққа мұра болып қалды. Одан кейін бізде ғұндар біздің заманымызға дейін 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 5-ші ғасыр аралығында өмір сүрген ірі көшпелі тайпа болды. Олар Алтай мен орталық Азия аймақтарының қалыптасып, кейін бүкіл Еуразияға тараған. Ғұндардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Олар жылқы, қой, түйе өсіріп, мал өнімдерін тұрмыста кең қолданған. Ғұндар өте жауынгер халық ретінде танылды. Олардың әскері тіпті тәртіпті деп саналған. Және ғұн мемлекетінің ең әйгілі билеушісі ол Мөде, Шаньюй Мөде. Ол ғұн тайпаларын біріктіріп, қуатты мемлекет құрады. Мөде тұсында ғұндар Қытаймен соғысып, жеңіске жетіп бейбіт келісім жасасты. Кейін ғұндар батысқа қарай жылжып, Еуропаға дейін жетеді. Батыста қоныс аударған ғұндар Еділ ханның басшылығымен Рим империясын қауіп төндірді. Еділ ханды Аттила деп айтады. Аттила әділ әрі батыр қолбасшы ретінде тарихта мәңгі қалды. Ғұндардың әскери күші тек қана күш емес, сонымен бірге тактикасы көптеген халықтарға үлгі болады. Олар темір қару-жарақ жасап, атты әскердің рөлін күшейтті. Ғұндар табиғатты күштеріне, ата-баба рухына сеніп, дәстүрлерін, наным сенімдерін ұстанады. Киімдер мен тұрмысы көшпелі өмірге бейімделген болады. Ғұндардың мәдениеті мен жауынгерлік рухы кейінгі түркі халықтарының қалыптасуына зор ықпал еткен. Олардың ерлік дәстүрі мен мемлекет құру тәжірибелері қазақ тарихында да әлі күнге дейін әлі зор орын алады. Келесі тақырып бізде түрік қағанаты. Түрік қағанаты 6-шы ғасырда орталық Азияда құрылған алғашқы түркі мемлекеті. Ол 552 жылы Бумын қағанның бастауымен құрылады. Бумын өзінің қағанын санайды. Өйткені ол түрік тайпаларын біріктіріп, қуатты мемлекет орнатады. Оның астанасы Архон өзені бойында орналасады. Түрік қағанатының негізгі халқы түркі тілдес көшпелі тайпалар болды. Негізгі кәсіп мал шаруашылығы, сонымен қатар қол өнері мен сауда дамыды. Түріктер жібек жолы арқылы Қытай, Иран және Византиямен сауда байланысы орнатады. Бумын қағаннан кейін билікке істемей қаған келіп, мемлекет шекарасын батысқа дейін кеңейтеді. Түрік әскері мықты ұйымдасқан, атты әскер негізі күш саналады.
саналды. 7 ғасырда қағанат шығыс пен батыс бөліп екіге бөлінеді. Шығыс түрік қағанаты мен елтеріс, қапаған және күлтеген сияқты ұлы қағандар билік етеді. Олар елдің бірлігін сақтау үшін күреседі. Күлтегінмен бірге қағанның ерліктері ахуан жазбаларында мәңгі тасқа қашалып жазылған. Бұл жазбалар түрік тіліндегі ең көне ескерткіштер болып саналады. Түріктердің діні тәңіршілдік болып, олар көк тәңірге, жер мен рухтарға табынады. Өздерінің ата-бабаларының рухтарына табынған. Түрік қағанаты мәдениет, әскери және өнер және мемлекет басқару жүйесінде үлкен жетістіктерге жетті. Олардың мұрасы кейінгі түрік елдеріне және қазақтарға да этникалық маңызы мәдени негіз ретінде қалыптасады. Одан кейінгі бізде түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 7 ғасырдың соңында Батыс түрік қағанатының орнына құрылған түркі мемлекеті. Ол 704 жылы Үшіл қағанның басшылығымен құрылды. Мемлекеттің орталығы Шу өзені бойында Суяб қаласы болды. Түргештердің халқы негізінен түркі тілді тайпалардан тұрды. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы мен егіншілік еді. Сонымен қатар сауда мен қолөнерде дамыған. Түргештер Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан көшелермен сауда байланысын жүргізеді. Үштік қаған ел бірлігін нығайтып, мемлекетті күшейтеді. Кейін оның орнын Сақал қаған басады. Ол да ел тәуелсіздігі сақтау үшін күреседі. 8 ғасырда түргеш қағанатының ішкі жағдайы күрделене түседі. Билікке талас пен ішкі қақтығыстар күшейеді. Сол кезде Қытай мен арабтар Орталық Азияға ене бастады. 700 Атлах шайқасы 751 жылы Атлах шайқасында түргештер арабтармен бірігіп Қытай әскерін жеңді. Бұл жеңіс түркі халықтарының тәуелсіздігін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Түргештердің мемлекеті кейін әлсіреп 9 ғасырдың басында құлады. Дегенмен олар түркі халықтарының тарихында маңызды із қалдырады. Түргеш қағанатының саяси тәжірибесі мен мәдениеті кейінгі Қарлұқ және Қарахан мемлекеттеріне дамуы зор. Бізде Қарахан демекші, келесі тақырыбымыз Қарахан мемлекеті 10 ғасырда Орта Азия мен Жетісу аймағында құрылған түркі мемлекеті. Ол шамамен 942 жылы Сатық Боғыр-ханның басшылығымен қалыптасты. Қарахан әулеті билікке келгеннен кейін ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдайды. Бұл оқиға түркі халықтарының рухани және мәдени өмірінде өте үлкен өзгеріс әкеледі. Мемлекеттің астанасы алғашында Баласағұн болады, кейін Самарқанд қаласы болды. Қарахан мемлекеті Жібек жолының бойында орналасқандықтан сауда мен қалалық өмір қарқынды дамиды. Елдің негізгі халқы түркі тілді тайпалар болады. Олар егіншілік пен мал шаруашылығымен айналысады. Қарахан әулеті жерді мұрагерлікпен басқару жүйесін енгізді. Бұл феодалдық қатынастардың дамуына жол ашады. Мемлекетті екіге бөлінуі ішкі әлсіреуге әкеледі. Олар шығыс және батыс Қарахан иелігіне бөлінеді. Дегенмен ғылым мен мәдениет өркендейді. Осы дәуірде Жүсіп Баласағұн құтты білік еңбегін Махмұд Қашқари Дивани лұғат түрік сөздігін жазады. Қарахан дәуірінде мешіттер, медреселер, кесенелер салынып, ислам дінін кең таратады. Ең белгілі сәулет ескерткіші барлығымызға танымал Айша бибі және Баба Жақатын кесенелері. 11 ғасырдың соңында Қарахан мемлекеті әлсіреп, Қарақытайлар мен Салжұқтар ықпалына түсті. Соған қарамастан Қарахан мемлекеті түркі өркениетінің дамуына ерекше орын алады. Оның мәдени және діни мұрасы кейінгі қазақ халқының рухани негізіне айналады. Бізде ол Қарахан мемлекеті болды. Келесі тақырып Қарақытай мемлекеті.
Қарақтай мемлекеті 12 ғасырдың басында орталық Азияда құрылған орта ғасырлық мемлекет болып саналады. Оны 1128 жылы Юлий-Даши атты қидандарының көсемі құрады. Қидандар бұрын Ляо әулетінен билеген, бірақ Қытайды жеңіліп басқа қоныс аударған. Юлий-Даши бастаған қидандар Жетісуға келіп, жергілікті түркі тайпаларын бағындырды. Мемлекеттің орталығы Баласағұн қаласы болды. Қарақтайлар билік жүргізген аймақтарда Жетісу, Шығыс Түркістан және Орта Азияның бір бөлігі кірді. Мемлекеттік басқару жүйесінде қидандар мен жергілікті түркі ақсүйектері қатар болды. Қарақтайлар өздерінің бұрынғы Ляо дәуіріндегі заңдары мен басқару дәстүрлері сақталады. Дінге төзімді саясат ұстанып, буддизм, ислам және тәңіршілдікті қатар ұстанып, сол діндерді қатар ұстануға мүмкіндік береді. Сода мен қала өмірі дамып, жібек жолы арқылы көптеген елдермен байланыс орнатады. Дегенмен қарақтайлар түркі халықтарына салық салып, ауыр алым енгізді. Бұл жағдай халықтың наразылығын тудырады. 12 ғасырдың соңында қарақтайлар мен хорезмшақтар арасында қақтығыстар күшейеді. 1211 жылы қарақтайлар Найман тайпасының көсемі күшлік жеңіп, билікті қолына алады. Бірақ көп ұзамай күшліктің билігі де әлсірейді. 13 ғасырдың басында бұл мемлекет моңғол шапқыншылығынан кейін жойылады. Қарақтайлар кезеңі Жетісу мен орталық Азия тарихында өтпелі дәуір болды. Бірақ ол кейінгі түркі және моңғол мемлекеттерінің қалыптасуына ықпал етті. Келесі тақырыбым ол Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың соңында Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал маңында құрылған түркі тайпаларының бірлестігі. Оның құрамында көптеген түркі тайпалары кірді, ал билік әуелде Жабғу әулетінің қолында болды. Мемлекеттің орталығы Яңгекет қаласы. Оғыздардың негізгі кәсібі ол аңшылық, егіншілік және мал шаруашылығы. Сонымен қатар сауда мен қолөнерді дамытқан. Оғыздар Каспий және Арал теңіздерінің маңында өмір сүріп, көрші халықтармен байланыс орнатты. 9-10 ғасырларда оғыздар күшейіп, Қимақ және Қарақын мемлекеттермен тең дәрежеде болды. Ең белгілі билеушілердің бірі Ертонға, Тұранның батыры. Ол туралы көптеген аңыздар мен дастандар бар. Оғыздар түркі халықтарының әскери дәстүрін жалғастырып, Мақта атты әскер құрды. 10 ғасырда ислам дінін қабылдап, жаңа мәдени бағыт қалыптастырды. Мемлекетті Жабғу басқарды. Оның көмекшілері Инал мен Күл еркін аталды. Оғыз қоғамында әскери ақсүйектер мен ру басылары үлкен рөл атқарды. 11 ғасырдың басында ішкі қайшылықтар мен селжұқтардың көтерілу салдарынан Оғыз мемлекеті әлсірейді. Кейбір Оғыз тайпалары кіші Азияға көшіп, кейін Селжұқ мемлекетінің негізін қалады. Бізде келесі тақырып, менде Қыпшақтар. 11 ғасырда Орталық Азия мен Дешті Қыпшақ даласында құрылған ірі түрік тайпаларының бірлестігі. Олар алғашында ертіс бойларында өмір сүріп, кейін батысқа қарай жылжып, бүкіл Еуразия даласына тарайды. Қыпшақ мемлекетінің орталығы Сырдария мен Арал маңы болады. Қыпшақтардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы еді. Сонымен қатар олар аңшылық пен сауда дамытады. Олар жылқы мен түйені ерекше қастерлеген халық болады. Қыпшақ қоғамы ру тайпа жүйесіне негізделеді. Билікті хан мен ру басылар жүргізеді. Ең атақты билеушілердің бірі Алып Терек хан.
қыпшақтар мықты атты әскер құртып әскерді құрады. Және де сол арқылы көрші елдермен соғыстар жүргізіп кеңейтеді өздерінің жерлерін. Олар Хорезм, Русь және Византиямен байланыс орнатады. Қыпшақ даласы арқылы Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағына өткен 11-12 ғасырларда қыпшақтар саяси және әскери тұрғыдан өте күшейді. Оларда шығыста Қарахан мемлекеті, ал батыста Киев Русі көрсетті. Қыпшақ тілі сол дәуірде халықаралық тілге айналып, түркі халықтарының мәдени бірлігін күшейтті. 12 ғасырдың соңында қыпшақтар мен хорезмшақтар арасында қақтығыстар басталады. 13 ғасырда моңғол шапқыншылығы кезінде Қыпшақ хандығы құлайды. Бірақ қыпшақтар кейінгі Алтын Орда мен Қазақ хандығының қалыптасуына негіз болады. Олардың тіл мен мәдениеті қазақ халқына басталуына ықпал етеді. Келесі бізде Алтын Орда және Ақ Орда. Алтын Орда мен Ақ Орда 13-15 ғасырларда Еуразия кеңістігіндегі өмір сүрген ірі түркі моңғол мемлекеттері. Алтын Орда 13 ғасырдың ортасында Батай ханның билігін кезінде құрылады. Ол Шыңғыс ханның немересі болған және батыс жорығын басқарған. Алтын Орданың орталығы алғашында Еділ бойында Сарай Бату қаласы, кейін Сарай Берке қаласы болды. Мемлекеттің халқы негізінен түркі және моңғол тайпаларынан құрылды. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болса да, егіншілік пен сауда жақсы дамыды. Алтын Орда Еуразияның шығысы мен батысын жалғаған ірі саяси және экономикалық орталықтарға айналды. 14 ғасырда Өзбек хан исламды мемлекет деп жариялап, елде тұрақтылық орнатады. Сол кезде мәдениет пен сауда өркендейді. Алайда кейінгі жылдары ішкі билік таласымен тақ үшін ішкі күрес басталады. Соның кесірінен мемлекет қатты әлсірейді және 15 ғасырдың ортасында Алтын Орда бірнеше ұсақ хандықтарға бөлініп кетеді. Сол бөлігінен ұлыстардың бірі Ақ Орда болады. Ақ Орда 13 ғасырдың ортасында 15 ғасырға дейін Сырдария мен Ертіс аралығында өмір сүрді. Оны Орда ежелгі ұрпақтары басқарды. Мемлекеттің алғашқы орталығы Сығанақ қаласы болды. Ал Ақ Орда дербес саясат жүргізеді және Алтын Ордадан тәуелсіз болуға ұмтылады. 14 ғасырда Ерден Мүбәрак орыс хандарының тұсында мемлекет күшейеді. Олар сыр бойындағы қалаларды дамытуға, егіншілік пен саудаға көңіл бөледі. Орыс ханның кезінде Ақ Орда ісі жүзінде толық тәуелсіздікке қол жеткізеді. Кейін оның ұрпағы Барақ хан билік құрды, ал оның мұрагері Жәнібек bin Керей бөлектен Қазақ хандығын құрады. Бұл айтқанда Ақ Орда мен Алтын Орда Қазақ хандығының қалыптасуына маңызды рөл, яғни шешуші рөл атқарады. Және де Қазақ хандығы бастау үшін олар жерді Моңғолстан жерін алды. Моңғолстан туралы айтып кеткен болсақ, Моңғолстан 14 ғасырдың ортасында Шағатай облысының шығыс бөлігінде құрылған орта ғасырлық мемлекет. Ол 1348 жылы Шағатай әулетінің ұрпағы Тоғылық Темір ханның билігімен құрылады. Мемлекеттің аумағында Жетісу, Шығыс Түркістан және Тянь-Шань өңірлері кірді. Астанасы Іле өзені бойындағы Алмалық қаласы болды. Моңғолстан халқы негізінен түркі және моңғол тайпаларынан құралды. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болса да, егіншілік пен құл өнерін де дамытты олар.
және тоғылық темір хан ислам дінін қабылдап, оны мемлекеттік дін ретінде енгізді. Ал ол елдегі тәртіп пен бірлікті нығайтуға тырысты. Кейін оның ұлы Ілияс Қожа хан билікке келіп, Моңғолстан шекарасын кеңейтуге күш салады. 14 ғасырдың екінші жартысында мемлекет ішінде билік үшін күрес күшейеді. Дегенмен ұзақ уақыт бойы өз тәуелсіздігін сақтап қалды. 15 ғасырда Есенбұған хан тұсында елдің жағдайы тұрақтанады, бір қалыпты болады. Сол кезеңде Керей мен Жәнібек хан сұлтандар Моңғолстан жерінде қоныс аударып, кейін қазақ хандығы негізін қалайды. Моңғолстанның саяси және мәдени өмірі түркі халықтарының бірігуіне әсер етеді. Және бұл процесс қазақ халқының қалыптасуында да маңызды тарихи рөл атқарады. Мен Ноғай ордасы туралы айтып кетейін. Ноғай ордасы 14 ғасырдың екінші жартысында Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде құрылған түркі мемлекеті. Ол Еділ мен Жайық өзендерінің аралығында Каспий маңы даласында орналасқан. Орда өз атауын Алтын Орда билеушісі Ноғай мырзаның атымен алған. Мемлекеттің орталығы Сарайшық қаласы болды. Ноғай ордасының халқы негізінен Қыпшақ, Маңғыт, Найман, Арғын және Қаңлы сияқты түркі тайпаларынан құралды. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болды. Ноғай ордасын би мен мырзалар басқарды. Биліктің жоғары иесі Бектер бегесін алды. 15 ғасырда Ноғай ордасы күшейіп, елге би мен оның ұрпақтары күшейіп, және солардың тұсында саяси қуатты мемлекетке айналады. Едіге би елді біріктіріп, тәртіп орнатуға тырысты. Оның есімі халық арасында әділ басшы ретінде сақталған. Ноғайлар көрші елдермен, әсіресе Қырым және қазақ хандығымен тығыз байланысты орнатады. Кей кездер олар қазақтармен одақта болып, кейде соғыстарды жүргізген. 15 ғасырдың ортасында Ноғай ордасы ішкі тартыстар мен билік үшін күрестен әлсірейді. Тайпалар арасында бөліну күшейеді. Кейбір қазақ хандығына қосылып, нәтижесінде 17 ғасырдың басында Ноғай ордасы толық тарады. Дегенмен Ноғайлар қазақ халқының этникалық құрамына елеулі үлес қосып, тарихи із қалдырады. Келесі айтып кететінім менің Сібір хандығы 15 ғасырдың ортасында Бас Сібір жерінде құрылған түркі мұсылман мемлекеті. Ол Шайбани әулетінің өкілдері құрған мемлекеттің бірі болды. Алғашқы билеушісі Ибақ хан, ол 1460 жылы хандықтың негізін қалады. Және олар Ресей құрамына кіруінің бастамасы болады. Келесісі бізде Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығы 15 ғасырдың орта кезінде Қазақстан аумағында құрылған ірі түркі моңғол мемлекеті. Ол шамамен 1428 жылы құрылған және оны Шайбани әулетінің өкілі Әбілқайыр хан басқарды. Мемлекеттің аумағында Сырдария бойы Тобыл, Ертіс және Есіл өзендерінің арасы кірді. Әбілқайыр хан билікке келгенде елде батыран қылып басым еді. Сондықтан ол көптеген тайпаларын өз қол астына біріктіреді. Хандық халқы негізінен Қыпшақ, Найман, Арғын, Қоңырат, Керей және басқа да түркі тайпаларынан тұрды. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болды. Әбілқайыр хан мемлекет билігін нығайту және бір орталыққа бағынған күшті мемлекет құруды мақсат етеді. Ол
көш елдермен, әсіресе Мауреннахр және Сыр бойындағы қалалармен соғыстар жүргізді. 15 ғасырдың ортасында халық ішінде наразылық күшейіп, кейбір рулар мен сұлтандар Әбілқайыр саясатына қарсы шығады. Сол кезде Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған топ Моңғолстан жеріне көшіп, кейін қазақ хандығы құрды. Әбілқайырдың билігі соңғы жылдары әлсіреді, ал 1468 жылы оның өлімінен кейін мемлекеттер ыдырай бастайды. Хандықтың орнына 16 ғасырда Шайбани әулеті құрған Өзбек хандығы пайда болды. Әбілқайыр хандығы қазақ халқының қалыптасуы мен қазақ халқының құрылуына алғышарт болған тағы да хандардың бірі болып саналады. Ал енді айтып кететініміз біздің өзіміздің қазақ хандығы. Қазақ хандығы ол 15 ғасырда екінші жартысында, яғни 1465 жылда қазақ жерінде құрылған алғашқы ұлттық мемлекет. Ол 1463-1466 жылдары Керей мен Жәнібек сұлтандардың басшылығымен Шу мен Талас өзендерінің бойында құрылды. Бұл оқиға Әбілқайыр хандығын саяси тұрақсыздық пен рулық қақтығыстардан кейін жүзеге асады. Керей жас жағынан үлкен болғандықтан хан болып сайланып, Жәнібек оның серігі болады. Қазақ хандығының халқы негізінен түркі тектес тайпалар, олар Қыпшақ, Арғын, Найман, Қоңырат, Керей және тағы да басқа рулардан тұрды. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Мемлекеттің орталығы алғашында Қозбас болады. Кейін Сығанақ қаласы болды. Хандықтың басты мақсаты ел бірлігін нығайту және дербес қазақ мемлекетін құру еді. 16 ғасырда Қасым хан тұсында қазақ хандығы ең қуатты кезеңін бастан кешеді. Ол елдің шекарасын кеңейтіп, Қасым ханның қасқа жолы атты заң жүйесін орнатады. Одан кейін Хақназар, Тәуекел және Есім хандар мемлекеттің одан әрі нығайтты. 17 ғасырда Тәуке хан билікке келіп, ел бірлігін сақтап, жеті жарғы заңдардың жинағын қабылдап, жеті жарғы заңдар жинағын қабылдайды. Қазақ хандығы және бізде келесі тақырып Ресей құрамындағы қазақ хандығы. Ресей құрамындағы қазақ хандығы кезеңі 18 ғасырдың екінші жартысынан бастап 19 ғасырдың ортасына дейін созылады. Бұл уақытта қазақ хандығын біртіндеп өз тәуелсіздігін айырып, Ресей империясының саяси ықпалына түсе бастады. Алғашқы болып кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан 18 ғасырда 1731 жылы Ресей патшайымы Анна елшілігіне жіберіп, бодандық қабылдады. Бұл қадамның басты себебі жоңғар шапқыншылығынан қорғану үшін ішкі тұрақтылықты сақтау еді. Кейін орта жүз бен ұлы жүздің бір бөлігін Ресей билігін мойындай бастады. Ресей империясы қазақ даласында біртіндеп бекіністер, әскери шектер және әкімшілік басқару жүйесі енгізді. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында 19 ғасырда хандық билік әлсіреп, патша үкіметі хандық институт жою саясатын жүргізді және 19 ғасырдың басында 1822 жылы Сібір қырғыздарының туралы жорық қабылданып, орта жүзде хандық билік жойылады және 1824 жылы осындай жарғы кіші жүзде енгізіледі. Хандық жүйе түгелімен таратылады. Қазақ жерлері Ресейдің генерал губернаторына бөлініп, орталық басқару орнатады.
Дегенмен қазақ халқы өз еркіндігін сақтау үшін Сырымдатұлы Исатай мен Махамбет Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліске шықты. Кенесары Қасымұлы тәуелсіздік қазақ мемлекетін қайта қалпына келтіру жолында күрескен соңғы хан болып, Ресей құрамында қазақ хандығы кезеңі қазақ елінің саяси тәуелсіздігінен айырылып, отарлық дәуірдің басталуына ерекшеленеді. Бірақ бұл кезең қазақ халқының ұлттық санасын нығайтуға және болашақ тәуелсіздігінің идеясын сақтауға негіз болады. Және қазіргі тәуелсіз Қазақстан туралы айтып кететін болсам, тәуелсіз Қазақстан 1991 жылы өз егемендігін жариялап, дербес мемлекет ретінде әлемге танылған ел. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алады. Бұл күн біз үшін, қазақ халқы үшін ел тарихында ең ұлы және ең маңызды күндердің бірі, және ең маңызды күндей де болады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елдің алдында саяси, экономикалық және әлеуметтік қиындықтар тұрды. Елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев басшылығымен мемлекет жаңа саяси жүйе мен жарқы экономика құру жолын түсті. Бірақ емес, 1993 жылы алғашқы конституция қабылданып, 1995 жылы қазіргі ата заң бекітіледі. Қазақстанда өз сыртқы саясатында бейбітшілік пен ынтымақтастық басты қағида етіп, Біріккен ұлттар ұйымы, БОО, ТМД, ЕқыО және басқа халықаралық ұйымдарға мүше болады. Және 1997 жылы ел астанасы Алматыдан Астанаға, қазіргі Нұр Сұлтан қаласына көшіріледі. Бұл елдің және дамуының нышанына айналады. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан экономикалық тұрғыдан өсіп, мұнай-газ, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салалары дамыды. Білім беру мен ғылым, мәдениеті және спорт салаларында жетістіктерге жетті. 2019 жылы елде билік жаңарып, Қасым-Жомарт Тоқаев президент болып сайланды. Қазіргі Қазақстан демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет құру жолында дамып келеді. Тәуелсіз Қазақстан халқының ғасырлар бойы азаттық арманның орындалуы, мемлекеттің жаңғыру мен ұлттық бірліктің символы болады. Және өте көп өзгерістер әлі де болды. Осымен мен видеомды аяқтадым. Барлық тақырыптарға кішігірім тоқтадым. Сау болыңыз.